Бұл мәлімдеме тарады, көріңіздер. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қонаев туралы аңыз, Назарбаев туралы әңгімені қалай жеңіп кетті? Тарих ғылымдарының докторы Жақсылық Сәбитовтың пікірінше, мемлекет Нұрсұлтан Назарбаев туралы миф қалыптастыруға тырысты, яғни тұңғыш президенті тек жақсы қырынан көрсетуге күш салды. Алайда оның айтуынша, бұл процеске халық қарсы болған. Қазақстан қоғамы бұған жауап ретінде Қонаев туралы әділ әрі адал басшы бейнесін алға тартып, өз аңызын ойлап тапқан. Жақсылық Сәбитовтың айтуынша, бұл жағдайда адамдар Қонаевты қаралау әрекеттеріне, әсіресе қазіргі Қазақстан тарихы оқулықтарындағы кей тұстарға назар аудармаған. Мемлекет Назарбаев туралы аңыз қалыптастырғысы келді, бірақ бұған халық қарсы болды. Бұл қарсылық әртүрлі формада көрінді. Мысалы, біз 5 томдықта Қонаевтың жағымсыз сипаттары көрсетілген білеміз. Бір кездері тарихшы әрі публицист Радик Темірғалиев осы 5 томдыққа резензия жазған. Сол жерде Қонаев өте жағымсыз кейіпте бейнеленген, не үстірт не жаман жағынан ғана сипатталған. Мысалы, ол Семей полигонын жаппады деп кінәлайды. Алайда ол кезде оңай шешімді өзі қабылдай алатын жағдайда болмаған. Бірақ сонда да халық Қонаевтың бейнесін жағымды қабылдады. Сөйтіп, екі аңыздың бәсекесі жүрді. Бір жағында көркем Назарбаев туралы мемлекеттік аңыз, ал екінші жағында халықтың Қонаев туралы мифі, онда Қонаев Назарбаевтан артық деп саналады. Қарама-қайшылық күшті болғандықтан халықтың аңызы жеңіске жетті. Өйткені Қонаевтың туыстары арасында миллиардер жоқ. Ол билікте ұзақ уақыт отырды, бірақ артында не қалады, деді тарихшы Әсел Қожақұмовымен болған YouTube арна эфирінде. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.